Qadrli atalar men apalar, құрметті отандастар. Бүгінгі тақырып ауыр, бірақ өте маңызды. Біз бүгін жақын адам қайтыс болғанда мемлекеттің қандай көмек беретіні туралы сөйлесеміз. Жерлеуге бір жолғы төлем асыраушысынан айырылған жағдайда жәрдемақы бұл заңда жазылған, бұл сіздің құқығыңыз. Бірақ көптеген отбасылар осы төлемдер бар екенін білмейді. Олар жақын адамын жерлеу үшін борышқа батады, көршілерден, туыстардан ақша жинайды. Мемлекеттен 150 мыңнан астам теңге алуға болатынын білмейді. Бүгін мен сіздерге нақты қанша ақша алуға болатынын, қандай құжаттар қажет екенін, қайда жүгіну керегін қадам-қадамымен түсіндіремін. Осы бейнероликті соңына дейін қараңыз. Бұл ақпарат сізге немесе сіздің жақындарыңызға бір күні міндетті түрде қажет болады. Қадірлі аталар мен апалар, мен білемін, бұл тақырып туралы сөйлесу қиын. Жақын адамыңызды жоғалту өмірдегі ең ауыр сынақ. Күйеуіңізді, зайыбыңызды, ата-анаңызды, балаңызды жоғалту бұл ауырсыну сөзбен жеткізу мүмкін емес. Осы ауырсынудың үстіне қаржылық мәселелер де қосылады. Жерлеу қымбат, табыт, жерлеу орны, мулла, ас беру, бұлардың бәрі ақша. Кейбір отбасылар 100 мыңнан, 200 мыңнан, тіпті одан да көп теңге жұмсайды. Ал зейнеткер отбасында бұл ақша қайдан? Зейнетақы 50-60 мың теңге, жинағы жоқ, жұмыс жоқ, борышқа батады, туыстардан жинайды, көршілерден сұрайды. Маған жазған бір апа айтты, күйеуім қайтыс болды. Мен жерлеу үшін көршілерімнен 180 мың теңге қарыз алдым. Енді оны қалай қайтарам? Зейнетақым 55 мың теңге, ал борышым 4 айлық зейнетақыдай. Ол апа мемлекеттен жерлеуге ақша алуға болатын білмеді, ешкім айтпаған. Тағы бір ата жазды, әйелім қайтыс болды, 9 ай болды, мен жерлеу ақшасын алмадым, алмаған тек кейін біреу айтты, бірақ мерзімі өтіп кетті ме? Тағы бір апа жазды, менің анам қайтыс болды, ол зейнеткер болатын, мемлекеттік базалық зейнетақы алатын. Мен жерлеу үшін 170 мың теңге жұмсадым, барлық жинағымды. Көршім айтты, сен мемлекеттен жерлеу ақшасын алуға болатынын білесің бе? Мен білмеппін. Тағы бір жағдай, ер адам қайтыс болды, артында жұбайы мен 3 кішкентай бала қалды. Жұбайы жұмыс істемейді, ол балаларды күтеді. Ол асыраушысынан айырылған жағдайда жәрдемақы алуға құқылы. Ай сайын 114 мың теңгеден астам. Бірақ ол бұл жәрдемақы бар екенін білмейді, ешкім айтпаған. Ол қиналып, туыстардан көмек сұрап жүр. Достар, бұл жағдайларды мен күн сайын көремін. Адамдар ақпарат жоқтығынан қиналады, ал мемлекет ақша береді, тек білу және рәсімдеу керек. Мен бұл видеода бәрін толық, нақты, қарапайым тілде түсіндіремін. Ал пікірлерге жазыңыз. Сіз жақын адамыңызды жоғалттыңыз ба? Мемлекеттік төлемді алдыңыз ба? Немесе бүгін алғаш рет естіп отырсыз ба? Қай қалада тұрасыз? Мен әрбір пікірді оқимын және кеңес беремін. Достар, егер сіз біздің арнаға әлі жазылмаған болсаңыз, қазір жазылыңыз және қоңырауды басыңыз. Біздің арнада мен заңгер Бекзатұлы Арман сіздерге тиесілі ақша туралы, сіздердің құқықтарыңыз туралы айтамын. Заңдарды білмеу, ақшаны жоғалту деген сөз, ал біздің арна сіздің заңи қорғаныңыз. Жазылыңыз достар. Ал енді тарихқа көз жүгіртейік. Кеңес дәуірінде қадірлі аталар мен апалар, жерлеу мәселесі басқаша шешілетін, мемлекет жерлеу шығындарын толық немесе ішінара өтейтін, кәсіпорын көмектесетін, кәсіподақ көмектесетін. Адам қайтыс болса, жұмыс орны ас беруге көмектесетін, көлік берілетін, жерлеу орны тегін бөлінетін. Ал тәуелсіздіктен кейін не болды? 90-шы жылдар ауыр кезең. Кәсіпорындар жабылды, кәсіподақтар жойылды, жұмыс орындары жоғалды, жалақы айлар бойы төленбеді, зейнетақы кешігіп берілді, дүкендерде нан жоқ болды. Адам қайтыс болса, отбасы өзі шешуге мәжбүр болды. Ақша жоқ, көмек жоқ, мемлекет жәрдем бермейді. Жерлеу үшін мал сатты, алтын сатты, соңғы жинағын жұмсады. Кейбір отбасылар борышқа батып, жылдар бойы қарызын қайтара алмады. Мен бір жағдайды есімде сақтаймын. Бір ата маған жазды. 99-шы жылы әкем қайтыс болды. Бізде ештеңе жоқ еді. Біз көршілерден ақша жинадық. Көрші қоймадан тақтай алып табыт жасадық. Ол заманда мемлекеттік көмек деген жоқ еді. Көптеген жылдар бойы адамдар жерлеу шығындарын өздері көтерді, борышқа батты, қиналды. Ал мемлекеттік көмек бар деп білсе де, қайда жүгіну керегін, қандай құжат керегін білмеді. Сонда кезекте тұрып, бір терезеден екіншісіне жіберіліп, құжаттары толық емес деп қайтарылып, адамдар қолын сілтеп кетіп қалатын. Бюрократия
бұл көптеген зейнеткерлердің ең үлкен қорқынышы. Жүйе қателігі, құжатыңыз дұрыс емес, мерзім өтіп кетті, осы сөздерді естіп, адамдар бас тартып кететін. Бірақ достар, мен сіздерге бүгін бәрін қарапайым, түсінікті тілде түсіндіремін. Сіз осы видеодан кейін қайда бару керегін, не алу керегін, қалай жүгіну керегін нақты білесіз. Қорықпаңыз, заң сіздің жағыңызда, ал мен сіздің заңгеріңіз. Бюрократиядан қорқып, өзіңізге тиесілі ақшадан бас тартпаңыз. Сіз бүкіл өмір бойы адал жұмыс істедіңіз, бұл ақша сіздің құқығыңыз, сіз оны таптыңыз. Бірақ заман өзгерді, мемлекет көмек беруге мүмкіндік тапты. Жаңа әлеуметтік кодекс қабылданды. Бұл кодекс адамдардың әлеуметтік қорғанысын нақты егжей-тегжейлі жазып берді. Кодекстің 17-ші тарауында 242-ші бабында жерлеуге бір жолғы төлем нақты жазылған. Сонымен қатар 16-шы тарауда асыраушысынан айырылған жағдайда мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы нақты жазылған. Бұл сіздің заңды құқығыңыз, тек білу және рәсімдеу керек. Енді заңның мәніне көшейік, нақты қанша ақша аласыз. Бірінші төлем жерлеуге бір жолғы төлем. Егер зейнетақы, мемлекеттік базалық зейнетақы немесе әлеуметтік жәрдемақы алушы адам қайтыс болса, мемлекет оның отбасына немесе жерлеуді жүзеге асырған адамға бір жолғы төлем береді. 2026 жылы бұл төлемнің мөлшері 35 МРП, яғни 151.375 теңге. Бұл бір МРП 4.325 теңге, 35-ін көбейтсеңіз 151.375 теңге. Ал егер қайтыс болған адам Ұлы Отан соғысының ардагері болса, төлем одан да жоғары, 36,6-дан 10 МРП, яғни 158.295 теңге. Бұл ақша жерлеу шығындарын ішінара жабуға арналған. 151.000 теңге бұл жерлеудің барлық шығынын жаппауы мүмкін, бірақ бұл өте маңызды көмек. Бұл ақша борышқа батпай, кем дегенде негізгі шығындарды жабуға көмектеседі. Ал ең бастысы, бұл ақшаны алу оңай, тек білу керек. Кім бұл төлемді алуға құқылы? Зейнетақы, мемлекеттік базалық зейнетақы немесе кез келген әлеуметтік жәрдемақы алушы адам қайтыс болғанда, оның отбасына немесе жерлеуді ұйымдастырған адамға бұл ақша төленеді. Егер қайтыс болған адам ешқандай зейнетақы немесе жәрдемақы алмаған болса, өкінішке орай, бұл бір жолғы төлем қолданылмайды. Бірақ басқа көмек түрлері болуы мүмкін, жергілікті бюджеттен, ауылдық немесе қалалық әкімдіктен. Бұл туралы жергілікті әкімдікке сұрау жіберіңіз. Кейбір әкімдіктерде арнайы материалдық көмек қоры бар, оны да тексеріңіз. Ең маңыздысы, бұл төлемді алу үшін нақты қайтыс болған адамның отбасы мүшесі болу міндетті емес. Жерлеуді жүзеге асырған кез келген адам, көрші, дос, туыс бұл төлемді алуға құқылы. Жерлеуге ақша жұмсаған адам сол адам алады. Бұл өте маңызды. Кейде адамдар ойлайды, тек жұбайы немесе баласы алады деп. Жоқ, көрші жерлеуді ұйымдастырса, көрші алады. Достос ақша жұмсаса, достос алады. Заң бұл мәселеде кең жерлеуді кім ұйымдастырса, сол адам алады. Екінші төлем мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы асыраушысынан айырылған жағдайда. Бұл ай сайынғы төлем бір реттік емес, ай сайын төленеді. Кім алуға құқылы? Асыраушының асырауындағы еңбекке жарамсыз отбасы мүшелері, балалар, жасы келген ата-аналар, мүгедек жұбайы. Асыраушы деп кімді айтамыз? Ол өз табысы есебінен еңбекке жарамсыз отбасы мүшелерін асыраған адам. Ал негізгі құқықтар мен шарттар әлеуметтік кодекстің 16-шы тарауында 230-шы бабында жазылған. Енді нақты сомаларды айтайын. Бұл сандарды жазып алыңыз немесе видеоны сақтаңыз. Себебі бұл өте маңызды. Бір асырауындағыға 46.783 теңге. Бұл 0,92-ден 100-дік ең төменгі күнкөріс мөлшері. Екі асырауындағы 86.447 теңге. 1,70-ден 100-дік етем. Үш асырауындағыға 114.415 теңге, 2,25-ден 100-дік етем. Төрт асырауындағыға 132.213 теңге, 2,60-дан 100-дік етем. Бес асырауындағы 139.841 теңге, 2,75-ден 100-дік етем. 6 және одан көп асырауындағы 152.553 теңге, 3 етім. Ал ата-анасының екеуі де қайтыс болған жетім балаларға 8.311 теңге, 1,54-ден 100-дік етім, әрбір балаға жеке. Бұл сомалар ай сайын төленеді, бала 18 жасқа толғанша, ал жоғары оқу орнында оқыса 23 жасқа дейін. Еңбекке жарамсыз ата-аналарға ғұмыр бойы
мемлекет ай сайын төлейді. Ал мүгедек жұбайға мүгедектік мерзімі бойынша, егер зейнеткер жұбай асыраушысынан айырылса, зейнеткерлік жасқа жеткен адам еңбекке жарамсыз деп саналады. Сондықтан ол да бұл жәрдемақыны алуға құқылы. Мүмкін сіз ойлайсыз, бұл аз ақша. Бірақ ойлаңыз, 6000 теңге ай сайын жыл бойы, бұл бір жылда 560 мыңнан астам теңге. Ал 5 жыл бойы бұл 3 миллионға жуық теңге. Бұл ақша балаларға, зейнеткерлерге маңызды көмек. Тағы бір маңызды нәрсе, бұл жәрдемақы басқа төлемдермен қатар төленеді. Яғни егер бала мемлекеттік балалар үйінде болмаса, егер ол туыстарының қамқорлығында болса, бұл жәрдемақы мен басқа да әлеуметтік төлемдер бір уақытта алынады. Олар бір-біріне кедергі жасамайды. Сонымен қатар асыраушысынан айырылу жәрдемақысы жұмыс істемейтін жұбайға да төленеді. Егер ол асыраушының асырауында болса және еңбекке жарамсыз деп танылса. Мысалы, зейнеткер ер адам қайтыс болды, оның зейнеткер жалғыз қалды. Ол да бұл жәрдемақыны алуға құқылы, себебі ол еңбекке жарамсыз жасқа жеткен. Ал енді қадірлі аталар мен апалар, мен сіздерге нақты не істеу керегін қадам-қадамымен айтамын. Бірінші қадам, бір жолғы төлем алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына, яғни ЦОН-ға барыңыз, немесе ЕГОВ-дің кез порталы арқылы электронды түрде өтініш беріңіз. Сізге қажет құжаттар, өтініш, жеке куәлігіңіз, қайтыс болған адамның куәлік көшірмесі, қайтыс болу туралы куәлік, егер сіз отбасы мүшесі болмасаңыз, жерлеу шығындарын растайтын құжат. Екінші қадам, асыраушысынан айырылған жағдайда жәрдемақы алу үшін де ЦОН-ға немесе ЕГОВ арқылы өтініш беріңіз. Қажет құжаттар, жеке куәліктер, қайтыс болу туралы куәлік, некеге тұру куәлігі немесе туу туралы куәлік, яғни асыраушы мен туыстық байланысты растайтын құжат, банктік шот деректемелері. Егер балалар оқыса, оқу орнынан анықтама. Үшінші қадам, шешімді күтіңіз. ЦОН өтінішті 10 жұмыс күні ішінде қарауға міндетті. Егер бас тартса, бас тарту себебін жазбаша сұраңыз. Егер бас тарту заңсыз деп ойласаңыз, прокуратураға шағым беріңіз. Төртінші қадам, мерзімдерді ұмытпаңыз. Жерлеуге бір жолғы төлемді алу үшін мүмкіндігінше тез жүгініңіз, мерзімді созбаңыз. Асыраушысынан айырылу жәрдемақысында тезірек рәсімдеңіз, себебі жәрдемақы өтініш берген күннен бастап есептеледі. Бұрынғы айлар үшін қайтару жоқ. Яғни неғұрлым тез рәсімдесеңіз, соғұрлым көп ақша аласыз. Мысалы, егер сіз 3 ай кешіктірсеңіз, бұл 3 ай ішінде алуға тиіс болған жәрдемақыны жоғалтасыз. Бір асырауындағы үшін бұл шамамен 140 мың теңге. Бұл ақша қайтарылмайды. Сондықтан тез арада жүгініңіз. Бесінші қадам, егер сізге көмек қажет болса, егер құжаттар жинауда қиналсаңыз, сондағы тегін заңгерлік көмек бағдарламасына жүгініңіз. Тегін заңгер сізге барлық құжаттарды дайындауға, өтініш жазуға көмектеседі. Сіз жалғыз емессіз, мемлекет көмек береді. Тек білу және жүгіну керек. Мен де көмектесемін, пікірлерде сұрақ қойсаңыз, мен жауап беремін. Ал маңызды кеңес, барлық құжаттардың көшірмелерін жасаңыз. Өтінішке қосқан әрбір құжаттың көшірмесін өзіңізде сақтаңыз. Сонға бірнеше құжатпен бірнеше рет баруға тура келуі мүмкін, шыдамды болыңыз. Ал егер ЦОН қызметкері дұрыс көмектеспесе, дөрекі сөйлесе, оның аты жөнін жазып алыңыз және ЦОНның бастығына немесе горячий линияға шағым жазыңыз. Сіз клиентсіз, олар сізге қызмет көрсетуге міндетті. Ал егер сіздің балаларыңыз, немерелеріңіз бар болса, олардан көмек сұраңыз. Олар сізбен бірге ЦОНға барсын, немесе ЕГОВ арқылы өтініш беруге көмектессін. Жас адамдарға бұл процесс оңайырақ, олар технологияны жақсы біледі. Ал егер жалғыз тұрсаңыз, көмектесетін адам жоқ болса, ЦОНдағы тегін заңгерге жүгініңіз, ол сізге барлық процесті басынан аяғына дейін көмектесіп жүреді. Тағы бір маңызды нәрсе, егер қайтыс болған адамның БЖЗ-та зейнетақы жинақтары қалған болса, мұрагерлер оны алуға құқылы. Бұл туралы біздің арнада бөлек бейнеролик бар. Қараңыз, куда уходят накопления умершего пенсионера деп іздеңіз. Ал қазір айтып кетейін. БЖЗ-дағы жинақтар мұраға кіреді, оларды нотариус арқылы рәсімдеуге болады. Қадірлі аталар мен апалар, құрметті отандастар, бүгін біз ауыр бірақ өте маңызды тақырыпты талдадық. Қорытындылайық. Біріншіден, жерлеуге бір жолғы төлем 150-1375 теңге, Ұлы Отан соғысы ардагерлері үшін 158.295 теңге. Бұл ақшаны жерлеуді жүзеге асырған кез келген адам алуға құқылы.
Екіншіден, асыраушысынан айырылған жағдайда жәрдемақы ай сайынғы төлем бір асырауындағы 46.783 теңге, 6-ға және одан көпке 150.2553 теңге. Жетім балаларға 78.311 теңге әрқайсына. Мен сіздерден сұрайын, сіз немесе сіздің жақындарыңыз осы төлемдерді алды ма? Білдіңіздер ме? Немесе алғаш рет естіп отырсыздар ма? Егер бұрын білмесеңіз ұялмаңыз. Бұл ақпаратты мемлекет жария етпейді, жарнамаламайды, көптеген адамдар білмейді. Сіздің тарихыңыз басқаларға көмектесу мүмкін, пікірлерге жазыңыз. Ал бұл видеоны барлық жақындарыңызға, достарыңызға, көршілеріңізге жіберіңіз. Бұл ақпарат бір күні кез келген адамға қажет болуы мүмкін. Әсіресе жалғыз тұратын зейнеткерлерге жіберіңіз. Олар бұл ақпаратты ең қажет етеді. Достар, мен сіздерге тағы бір нәрсе айтқым келеді. Бұл ауыр тақырып. Жақын адамды жоғалту ең ауыр сынақ, бірақ осы ауыр кезеңде мемлекет көмек береді, тек білу керек. Ал мен сіздің заңгеріңіз бұл ақпаратты сіздерге жеткіземін. Лайк басыңыз, арнаға жазылыңыз, қоңырауды басыңыз. Естеріңізде болсын, заңды білу, ақшаны алу, ал заңды білмеу, ақшаны жоғалту. Сіздің заңгеріңіз Бекзатұлы Арман әрдайым сіздің жағыңызда. Кездескенше достар.